Жақшылар ба күнділі нөкірлер. Бұ жақшылықты жарды ұқсағар да. Бұ айдып тұрғаным, мен демес, өскі долыс таппаған. Бұ жартамал бірліклі мүмкүйлік құдайдың ағару бичігінен алынған. Жер телекей бүткелекті, жаңысла құдай болған. Анаң өскі неде жоқ болған. Құдай бастыра нейнемені башқарат. Жаңысла ол теңерілі жердің иесі болады. Ол жердің үстінде жүрім жаяп, бүгінге жетері оны қорышты. Озадағы өйлерді бастыра ұлыстар қандай да ейлерге бажырбай, бірлі құдайға бажырып жүрген болған. Сырайла ол құдай керегінде Библияда бичікті айдылған. Бұл бичік оншоғы жердің үстіндегі қалықтарға бичілген. Бұл құдайдың ағару бичігі. Бістің де алтай қалығысқа бичілген. Бұл құдайдың ағару бичігі. Андай боларды албатыбыстың құдайына бажырып жүрген темдеген біз культурабыстан, дилістен, жаңыстан табып алар арғабыз бар. Оның ары құдай керегінде тамла көп біліп, біздің культура ажы құдай бойын көргізіп тұрғанын біліп аларыз. Бойының сөзілі құдай бастыра немені толу кемінде бүдірген. Нейде жоқтан ол жерді, қырларды, талайла суларды жаяған. Оның кейінінен ол бастыра сууда жүзіп жүрген немені, балықтарды, кейде ұшып жүрген құштарды, бастыра тындуларды жаяған. Бастыра жаяған едімдері бойына жаратқан. Оның кейіннен ол біздің оғы дөзіс болған Адамла Еваны жаяған. Адам дегені ол баштапқы кіші дегені. Ева дезе кішіліктің енезі дегені. Адамла енем деген құдайдың берген аттары біздің алтай телебісті емдіге жетірі адалатты. Бұ жаяғанын ол сүрәкей сүйіп, жантайын оларла қуғычындашып жүретін. Оларға жүрергелі тұзаланып башқарып жадар жаңду сүрәкке жараш жер берген. Бастыра ағаштардың түжімен жерге жарар болған. Жөйліп қалбасқа бірлі ағаштың түжімен жебесін деп құдай жақарған. Ол ағаштың түжімен жезе, кішінің құдайылы қолбузы яжын чақа жылыяр. Бұ ағаштың түжімен жипте езер, нейді болбос деп. Ерлік кішіне меке төгінілі сөстіп алды. Құдайдың сөзін ұндып, ерліктің сөзіне кіріп, олар бойының күйіндерілі еттілер. Бұ кішінің баштапқы кіншәгі болған. Онаңла бері кіншәк деп неме, бұжар ору чылап, баштапқы ұлыстан ала, бастыра кішілікке бүгінгі күнге жеттірі көчіп қалды. Құдай Адамла Еваны тың сүйген де болса, олар кіншек еткен ұчын едім жерінен шығара сүріп, бойынан ұратты. Анаң бері бастыра кішілік ору жобал, өлімні шыра көрір болды. Же құдай кішіне ұнды баған. Кішінің құдайылы қолбузын бұсқан кіншектен айрып аларға, ол тайылғаға ұлу арғадачысын ижген. Адамла Ева, Каинла Авел деп екі уылды болды. Олардың адасы Адам кіншек еткен ұчын, балдары база кіншекті болып чыққан. Бір қатап Каинла Авел құдайға тайылға екелген. Кіншектен жаңысла тындуының қанын төгіп, тайылға еделі айрылар арға болған. Каин жерде өскірген өзімдерінің түжімін тайылға едіп екелді. Авел дезе Құран екелді. Құдай Авелдің тайылғасын жаратты. Каинның тайылғасын албады. Каин жүрегінде күйінелі, 3-4 күні келіп, Авелді өлтіріп салды. Мұнайып баштапқы қаршылу керек еділген. Бұл ұчыралдың кейінінде Каин қарғышта жүріп, жер үстінде асып, қиналыпла дербезендеп жүрер болды. Адамның кейінінің кішіліктің көп ұғы дөзі чыққан. Олыс құдайдың сөзін ұқпай, жантайын кіншек едіп жүргендер. Қара керектерді
жоқ едерге Құдай жер үстіне чайық еді. Құдайын сүйіп, оның жасақтарын бөдіріп жүрген Ной деп атту бірілі кіші болған. Бойының білезілі қожа чайықтан арғаданар едіп, Құдай Нойды жаан кереп тударына үретті. Өскөлері бойларының қара жолдарынан ырабаған болып, керепке кірбей, бастыразы өлімге барды. Құдайдың жақарғанылы Ной керепке бастыра тындулардың иркеклі тежізін алды. Ной үй кішісілі қожа, олардың 3 уылдары бойларының үйлерілі керепке кіріп аларда, Құдай ежікті жаап салған. Сүрекей көп, жаш жаап, жердің үстіндегі бастыра тынду неме суға чоңа берді. Нойдың білезі Құдайға бүткен үшін түрі артқалады. Библиядағы Құдайды топ жүрген бұл ұлыстардан ошта бастыра албатылар бүдіп, біздің де албатыбыз жай алды. Жебірен өйлерді қам ұлыс табылға лақты, біздің ада энелеріс Библияда айдылған Құдайға бажырғылап жүрген. Нойдың база бір ұғынан шыққан Аврам деп кіші Құдайды сүйіп, топ жүрген. Оның ұғынан ұлу қалық бүдер деп Құдай Аврамға сөзін берген. Аврамла оның үйі Сара бала жоқ ұлыс болған. Жолар Құдайдың сөзіне бүткілеген, жағы жанай берерді. Олар ұзақ сақыған Исаақ деп балалы болды. Аврамла Исаақтың ұғынан кішілікке кенчегін айырып келген арғадачы Иисус Христос шыққан. Авраамның ұғы дөзі Израиль деп адалған. Бұл албатыда Құдай алдында ақ чек жүрген Моисей деп жарчы болған. Қачанда Моисей ажыры Құдай кішілікке ең ұчырлы моральны жасағын 10 жақылтаны берген. Израильдің қалығына Моисей ажыры Құдайдың берген баштапқы жасағы мұнды. Менің көзімнің алдында сенде қачанда өскі Құдайлар болбазын. Албатылар көптеп, жер үстіне тарқап, жаячызын топ жүрген. Жебір қатап, ұлыс Құдайға жарабас қылық едіп, теңеріге жолын жаап салды. Байла ұлыстар жүрімнің күч аялғаларын өдірге, қайдалы жердің ейлерінің болыш сұрап, қамдар ажыры оларла башырып баштағылаған. Анайып жердің ейлерілі қол бұдудып, қам жаңы башталған. Бұл кенчек. Кенчек үшін қату қарысы өлім болар керек. Яшына Құдайдан айрылып, дамыда күйіп, қиналаттаны. Кенчекті болғанысты оңдоп, ол үшін қату қарысына турарыбысты білзін деп, Құдай бізге жасақтарын амадап берген. Жебірен өйлерді Құдайына жуық боларға жүрген кіші, тайылға едіп, бір Құран екелер керек болған. Же Құдай кішілікті кеншегінен айырып, жаманын таштап жат деп, тындуының төгілген қаны керелейді. Тындуының тайылғада өлімілі, Құдай кішілікті кеншегінен айырып, кейліп жатқан арғадачының демдегі едіп көргізеді. Көп албаттыларда бүгінгі күнге жетері мұндай жан артып қалған. Емді, Иисус арғадачы жерге қанай келгені керегінде ұғып иелі. Жебірен кересте Құдай кішілікті кенчектері үшін өлімге барып жатқан жолынан айырып, арғадачы ерге жүгені керегінде бичілген. Ол Иосифқа қачарға белеттеніп алған Мария деп ару қысқа ангел дейген. Жақшы ба алқышту қыз, Құдайдың жақшылығы сенде дұры, оның қайқалы болар, сен ағару тынан қарынду болып бала табарың. Оға Иисус деп ат бер, ол Құдай, ол арғадаш дегені. Оның ангел Иосифтің дүжіне келіп ашты. Иосиф, Марияны үй кішің едіп аларға, кемзінбе, ол ағару тынан қарынду болып қалды. Баланың ады Иисус Христос болар, майланған, жан берілген деп аштқаны. Нейінің үшін десе, ол албатысын кенчектен айырыр. Иосифла Мария Вифлеем деп қалаға, ұлыстың
тоо алышына турушарга келди. Конар турада жер жоқ боларда, олар қашаанда келіп тоқтады. Христос бала табылған түнде ғырақ еместі қойшыларға ангел жақшылықту жар екелді. Бүгін Давид ханның қаласында, Вифлеемда, бізге арғадачы шықты. Құдайдың талдап алғаны, ол қайрахан. Кенетейін көп ангелдер келіп, Құдайды мақтай берділер. Сүйініп қалған қойшылар ұқанын келіп көрерге жүгірішті. 12 жаштуда Иисус Израильдің абыстарыла қуучындашқан. Олар бұл баланың Құдайдан берілген ойғыр санала сағыштысын сүреккей қайқалаған. 30 жаш жедерді Иисус ұлысты үредіп баштаған. Кейзіктері оның сөзіне бүдіп, онынла қожа жүргелеген, өскелері бүтпей, отыра болғалап тұрған. Иисус Христос көп қайқалдар едіп тұрған. Қолын тейдіріп, соқыр кішіге көзін ашқан. Ені адасының көзінше, ол өліп қалған баланы тірілткен. Үреншіктердің көзінше, талайдың үстілі ол чөңбей басып баратқан. Ол чынла улу арғадачы деп, керейлерге Иисус қайрахан көп қайқалдар еткен. Бүгін ол бойының күчілі бізге база болышып болыр. Иисус улу қайқалдар еткенін көрген үшін, улу соны ечі барғылаған. Ол ору улысты емдеп, Құдай қандай болғаны керегінде оларды үреткен. Ол біздерді кинчак едіп, қату қарызына турatan улысты дамының қынжызынан айрырға келген. Тегезік улыс чынды айдып тұрғанын жаратпай, оға ачынып, тарынып тұрған. Иудейдің абыстары Иисусқа күйінгілеп, оны көрір күні келбей барғылаған. Израильға Құдайдың иген арғадачысы деп бүткілебей тұрған. Олар оны тудалы өчөгілеп, соқылап, Рим жуучылдарға табыштырып берген. Рим жуучылдар оның бажына дегенекті қатқақ жыра толғып кейдіргілейлі, оға қатқырышқылап, жүзіне дүкіргілеп, дың соқылап салған. Иисус оларға бірде ұдырлашпай, бойын қиынла өлімге беріп еді. Мұндай өлімге ол барып, бойының еді қанылы, кішіліктің бастыра кіншегін алынып, ол үшін кішінің ордына толынты болып, қатту қарызына бойы тұрды. Бұтайылға ажыра, ада Құдай бізді ақтап салды. Жуучылдар Иисусты керее сағашқа қатағылап салды. Қаршылу керектер еткен ұлысты қатту қарызына тұрғызаттан еңлі уятту, жаман өлімні өлтіреттен ебі бұ болған. Бірде жаман етпеген Иисус, кинче кеткен біздердің ордыбысқа бойын беріп, біздің алаттан өлімісті солы алынып алды. Біз соны өлтіріп, оның айрылдыз деп, Иисус Христостың өштілері сүйінгілеп тұрды. Керес ағаштан ұштып, оның сөйгін жан ташла бөктіп салған қуй таш жерге соқтылар. 3-ші күнде оның сөйгін көрерге келген үй ұлыс оны тапады. Өлгендердің ортасынан тирүүнүн не бедірейді кәрсілер? Ол мұнда жоқ, ол тирилген деп, ангелдер оларға ашты. Анайда Иисус ерліктен өлімнің жаңын бұлап, өлімді жеңіп алды. Бүгін ол тирүү. Иисус тирилгеннің кейінінде көп үренчіктері оны көрген. Онла қуычындашып, ажанғылаған, оның қолында шырқаларын көрбегеншем, тирилген деп бүтпесін деп, оның үренчіктерінің бүрісі Фама айтқан. Мұның кейінінде Иисус пастыразының алдына көрініп, оға шырқаларын көргісті. Ол дұшта Фама оның бұттарына жығылып, «Қайраханым, Құдайым» деп ашты. Сен көрген үшін бүттің, көрбей бүткендер алқышту. Иисус Христос тирилгеннің кейінінде 4 күннің тұрқынына көп ұлысқа келіп көрінген. Теңериге көдіріліп, барардан озы бойының үренчіктеріне мұнайды жақарған. Жерделекей үстілі барып, бастыра ұлысқа жақшылықту жарды жеттірігер.
Олардың кинчектери ташталар едіп, олар үшін өлөлі, тоолунты едіп, бойымды беріп, ошто тирилгеним керегинде кучундагар. Меге бүткендердің кинчектери ташталар. Бу сөздерді айдала, қачан бір ошто келерім деп, Иисус сөзін беріп, теңереге көдіріле бергенін үренчіктері бойының көстеріле көрді. Емді ол теңереде ада құдайла қожа, оғы бүткендерге бойының қандығында жер белеттеп жет. Иисус жерге қайра келсе, бойының кинчектері үшін қарузына турарға бастыр қалықтар оның алдында келіп турар. Сілер оға белен бе? Сілер Иисусқа бүдіп, оны ечи барарар бе? Иисус Христос, ол Құдайдың Құраны, біз үшін тайылғаға салынған. Нейінің үшін ол біздің кинчектеріс үшін тайылғаға барған. Құдайдың чындығылы, қажылы кинчек үшін қату қару болар ұчырлу. Иисус бойы қачанда кинчек етпеген болған. Же біздің ордысқа кинчектерісті бойына алынып, ол үшін өлімді алып, 3-ші күнде ошто тирилген. Біз Иисус Христосқа бүтсе біз, бастыра кинчектеріс, оның ағару қаныла жунылып қалар. Ол тұшта біз арутанып, Құдайға жуықтар арғабыс бар. Иисусты ечи базатаны дегені ол не? Бұ жартамалды сілер оғып изегер. Иисус 2 жол керегінде уқа сөз айтқан. Көп улус телкем жолы барып жат. Бұ жол тамыға барған жол. Құдайға апараттан чишке орық жол бар. Иисусқа бүткен улус тамының телкем жолынан шығып, орық жолға кіріп, оны ечи басып, Құдайдан мөңкөлік жүрім алар. Иисусқа бүткен болзағар, мұндай сөстерлі бажырығар. Құдайым, мен жер тамыға барып жатқан кинчекті кіші деп біліп тұрым. Кинчегімді даштағар деп, алдарға келіп сұранып тұрым. Иисус Христос, менің кинчектерім үшін өліп, 3-ші күнде тирилген деп бүдедім. Иисус Христос, менің жүрімімді башқарып, менің башчым болығар деп сұрап тұрым. Сілерге мақ, андыйла болсын. Амин. Иисус Христосты Құдай деп біліп, оның алдына келіп, кинчектерін таштадып келген қандайла ұқту кішіні ол сүрекей сүйініп ұтқышты. Оның үшін оғы бүткендер тыныла оның балдары болып қалады. Құдайдың бастыра балдары бір жан бірлік билеге түңей. Иисус бойының үренчектеріні айдатан, «Улус, сілердің ортағарда сүйішті көрсе, менің үренчектерім» деп біліп тұрар. Құдай керегінде көп ұғыпла біліп аларға Иисусқа Никодим деп атту кіші келген. «Үредүүчі, біз сені Құдайдан келген деп білеріз. Құдай қожа болбаған болса, сенің едіп тұрған қайқалдарыңды қандай да кіші едіп болбас» деп ол айтты. Иисус оға айтты: «Өрөөртенен туылбаған кіші Құдайдың қандығына кіріп болбас». Иисус Христосты ечи барған кішіге ағару тын жаңы жүрім берер. Құдайға баштанып, жүрімінің башчысы болсын деп ол сұранса, ағару тын жүрегіне келіп, оларды башқарар. Оның тыны тіріліп, жаңы кіші болып, Құдайдың албатысының тоғызына керер. Иисус теңереге шыққаннан бері 10 күн өдірді. Айтқаны айынша ағару тынын иіп, үренчіктерін толықтырды. Ол дұшта олар Құдайды таныба стилдерлі мақтай берділер. Бүгін Иисусқа бүткен улыстағы ағару тын оларға улысты сүйіргелі Құдайға сөз ұқыр болып жүрерге үредетті. Қажылы Иисусқа бүткен кіші жаратқыш жоқ қараңой жолы ağzı пара атқан кішіге түңей. Иисусты жүріміске қычырсабыз, біз Құдайдың жарыдып салған түйіс жолыла барып жатқан кішіге түңей болып жадыз. Иисус мұнайды айтқан: «Мен жүрімнің жарығы, мені ечі басқан кіші қараңойда жүрбес.
Иисуска бүткен кишиге Кудай агару тын берет. Агару тын оларды чындык жолго тургузуп, оларга ийде күчүн берет. Иисуска бүткен кажылы киши жаңы кеберин алынат. Кудайга сүйүштүү болуп, ол кемдеге каршуу жетирбей, баалыр жүрүмне жүрбей, уурданбай, кара немелерге башыштанын токтотот. Мындай улуска агару тын жаман кылыктарын таштап, жакшы керектер эдип жүрөге аргасын берет. Кенетейинла агару бола берер арга жок. Же бу кубулталар бастыра жүрүмнүн туркунунда болор. Кажыла эдиле берген кинчеги учун Кудайга бүткен киши жаманын таштасын деп сурап, онун агару кааныла кинчегин жундыртат. Эмди бу Кудайга бүтүп жүрген билелер кандай болор керек? Эш нөкөрлөр бой-бойларын сүйүпле тооп жүргүлейт. Олар жаантайын бой-бойун омурхадып, болушуп жүргүлейт. Кудайдын сөзүн сүйүпле ого укур болуп, жүрерине үренгилейт. Иисустун үренчиктеринин билелери тыныла бирлик болуп, Кудайдын каандыктын ишин эдип жүргүлейт. Олардын ортосунда мындай сүйүштү көрүп, улус Кудайдын атын көйдүрүп эле мактап жүрөр эди. Жаңысла бойугардын нөкөрлөрдү сүйүп жүрбей, өштүлеригерге де килемкей болугар деп Иисус боюнун үренчиктерине ачткан эмей. Биз бастырабыз, Кудайдын жаяандары кандай бир кишиге болуш керек болгондо бой-боюбузду, угу-түйүстү ылгаштырбай эдели. Иисус өскө калага барып жаткан киши керегинде кучундаган. Ол кишиге жолой тонокчулдар туштагылап, оны токпоктоп, кийимин уштай бергендер. Жерлештери болгон көп улус бу кишиге болушпай өдө берген. Же башка уктуу болгон бир киши болушун жетирген. Түбөккө кирген кишини ол конор турага экелип, онун шыркаларын буулап, оны эмдепле кондурганы үчүн акчасын төлөп салган. Мынайда ок бизди де болуш керек деп турган кишиге жалакайла болушту болсун деп Иисус жакыйт. Кудайга бүдүп турган улуска кара неменен кооруланарга кандай да жайыктарла, баса кандай да бир немелер керек жок. Эрликтин ишин эдетен кандай да жаман кылыктардан да сезимдерден айырларга, олар ишенип өскө кемди да бедиребес. Мынан ары Иисус оларды боюнун магылы, күчүлө кооруп жүрөр. Ол эрликле онун элчилеринен күчтүү. Жер түбүндө эрликтин бастыра элчилеринин бирүүсү да Иисус Христоска удара туратан аргасы жок. Эрликтин тындары кирген бир киши болгон. Бир да киши ого күчү жетпейтен, ол кандайла кынжыны үзе тартып айрылаттан. Бу кишиден чыгар деп Иисус чакарала, оларды чыгара сүрген. Ол киши десе сүйүнүп, айлана барала Иисустун күчү керегинде бастыра нөкөрлөрүнө куучундаган. Силерге жаман түштер келип, кара немелер силерди кыйнап турган болса, Кудайга бүдүп турган улусла куучунда жыгар. Силерди карадан жайымдасын деп, олар Кудайды сурар. Эрлик уурдарга эле өлтүрөлө корадып саларга келет деп Кудайдын сөзү Библия айдат. Ол биздин өштүүбүз болуп, кишини Иисусту эчи баспасын деп албаданар. Ол бизди Кудайдан ырадып, уурданыш, аракыдаш, баалыр жүрүм, корон өлөң тартатан андый байлыктарга жууктадар иш эдет. Өштүү бизди күйүнчек, өштөңкөй, бийиркек, кыжыраң болсун деп күйүнсейт. Же Кудайга бүткен кишиде эрликке удара турар ийде күчүн болор. Бир киши эки уулду болгон. Бир уулу адасынан ого артырган ээнчисин сураган. Адасынан келишкен боюнун үлүүсүн ол алып, өскө ороонго барала, бастыра акча манадын баалыр жүрүмгө соолуп салган.
Адамның айлында қандай көп ішшілер артық қалашты жүрет. Мен десе мұнда дородан өлерге жеттім деп. Азыранар арға жоқ, аштап жүрелі ол сананды. Барып адамға айдайын. Ада, теңерілеслердің алдығарда кинче кеттім. Улығар болып аданар арғам жоқ. Мені жүк болса, ішшілерердің тоғызыны алығар. Адасы улының кейіліп жатқанын ғырақтаңна көрелі, оға удыра жүгіріп, қабыра құчақтап оқшай берді. Ада, теңерілеслердің алдығарда кинче кеттім. Улығар деп аданар тоомжым учурум жоқ деп улы ашты. Адасы бойының жалчыларына ашты. Ең артық киімді екеліп улыма кийдіргер. Оның қолына жүстік, бұттарына десе өдік кийдіргер. Торбақтың семізін сойып, ажанып байрамдақтар. Бұ менің өліп қалған улым тірілген, жылыйған балам табылған. Құдайдың сүйжі біске, кинчекті улысқа, бұ адасының тербесен улына көргіскен сүйжіне дүңей. Кинчекті болғанда болсас. Иисустың тайылғада төгілген қаны ажыра, бойына жуықтадарла, кинчегін таштадар жолын ачқан. Құдай бісті дың сүйген ұчын. Бісті кичеп, біске жаңысла жақшыны күйінзейді. Ол бісті жеткерден қорып, жан тайын амырын берет. Анчадала оға иженгендерге Құдай сұрақтарының қарусын берер. Ору жобал табарған дұшта. Құдайға бүткен улыс оға бажырып, оның келемдізіне бойларын бүдімжілеп табыштырзын. Қачан бір бастарабыстың өлер үйіс келер. Иисус Құдайға бүдіп тұрған улыс өлімнен қорқыбас ұчырлу. Олар тамыға барбай, теңеріде қандықта мүмкүлік жүрім алыр. Иисусқа бүтпеген улыстар кинчектерінен оның ағару қанылы аруталбағанша мүмкүлік жүрім алаттан қандайда ижемді жоқ. Андайларды жер тамызы сақыйды. Өлген кейнерде сілер қайда болар күнді? Мүмкүлік жүрімді біліп аларға тұрған болсағар, Иисус Құдайға бүдіп келігер. Бістің еді қаныстың қажылы бөлігі бойының ижін едет. Көз көрерге берілген, құлақ уғарға, оғыз ажанарғала қуçынданарға. Бастыра етқан бойының кемінде іштейді. Құдайға бүдіп тұрған улус бір кижінің етқанына түңей. Олардың башчысы Иисус Христос. Демдектезе церкпе ол Иисустың етқаны. Улус бой-бойларыла бірлік, бейік кемінде болсын деп, Құдай бойының улысына жүзін жүр жайалталар берет. Жайалталар башқа болот. Демдектезе үредеттен жайалта. Жақшылық едер жайалта. Жарлықчылайттан жайалта. Құдай бізге бір жаңды бүдіріп жүрсін деп жақылта берген. Ол Құдайла қол бұлы болғанның кересі едіп, қайрақан Иисустың өлілі тірілгенін сананып, оны жарлап, бастыра Құдайға бүткен улус қалаш сындырып, виноград суысын ішіп жет. Қалаш дезе Иисустың бис учын тайылғада болған ет қанының темдегі. Виноград суызы Иисустың бис учын төгілген ағару қанының темдегі. Құдайға бүдіп тұрған улыс, қоштай жатқылап тұрса, бір айылға жуылышып, Құдайдың ағару бичігін қошақ чырғылайды. Құдайын мақтап, қожоңдағылап, бой-бойы учын бажырғылайды. Анайда оқ, христиандар жүрімінде алып тұрған керелтелерінің 10-шы бөлігін Құдайына береді. Иисустың айтқаныла қалғанчы өй келсе, ол кеннейштейін теңерінің бұлы түсінде ақ атту келер. Ол дұшта ол бастыра албатыларды жарғылар. Иисус келсе, оға бүдіп жүрген, бұ жүрімнің жүре берген улыс дирилip келер. Оларла қожа Құдайға бүткен жүрімнің барғалақ улыс теңеріге көдіріліп, мүмкүлікке барар. Құдайға жүрімін бербеген улысты қарамду. Олар кинчектері үшін қату қарузында тұрар. Иисустың келеттен өйін біз білбезіз.
же жантайын оны уткырга белен болор керек. Бүгүн эле Иисус жейдип келсе, силер ого туштарга белен бе? Бүгүн силерде өй баарда, ол керегинде сананып көрүгер. Кандыйла агаш түжүмүн экелеттен чылып, Кудайга бүткен улус жүрүмүндө баса түжүмдүү болор учурлуу. Мен виноградтың суузу, силер оның сабы, силер мениле жүрсегер, мен силерде жүрерим. Ол тушта силер көп түжүм экелеригер деп Иисус айдат. Кудайла жүрген кишиде болгон агарутын олорго сүйүш, сүйүнчү, амыр, чыдамхай, кейжик, килемжик бүдүмжи, жобошла турумхай берет. Бу жаялталарды тынның түжүмдери деп айдат. Көп түжүмдер экелип турган Кудайла жүргендер теңериде адасының атын мактадат. Иисус бойының үренчиктерине бастыра жер телекейле барып, кинчектери ташталып, мүмкүлүк жүрүм берилгени керегинде, жакшылыктуу жарды улуска жетирсин деп жакылта берген. Иисус Христоска сөйсүкур болуп, бу ишти эдели. Кудайдың сөзүн жетирер ийде күчтүле, коркубас дидимди агарутын бою берер. Кудайдан уханыгарды силер улуска жетирер аргаар бар. Кудай силерге алкышын берсин. Иисус Кудай адынан, улуу Кудай мак силерге. Андый болсын. Аминь.